Қытайда канализациядан 100-ден астам құран табылды. Міне сондықтан осындай қайғылы жағдайдың жалғасуына себеп болып отыр. Алла оларды бұл әрекеті үшін кешірмейді. Бәлкім әлеуметтік желіде осы жазбаны және мына фотоны көрген шығарсыз. Ақпаратқа сенуге бола ма, жоқ па? Бірге тексерейік. Бір секунд, каналға тіркелуді және видеоны бөлісуді ұмытпаңыз. Фейктермен бірге күресейік. Шындығында бұл суреттің Қытайға еш қатысы жоқ. Себебі 2013 жылы Сауд Арабиясында түсірілген. Тағда айтамыз, Қытайға еш қатысы жоқ. Коронавирус пандемиясы кезінде неше түрлі сандырақ фейктер тараған. Міне мынау солардың бірі. Міне, ескі де болса суретті басқа тұстан қарап көріңіз. Таиф қаласының Әл-Салам ауданында мектеп оқушысы канализация тесігінен судың атқылап жатқанын байқап, әкесіне қоңырау шалған. Оқиға орнына келген полиция канализациядан 50-ден астам құранды су күйінде алып шыққан. Құрметті көрермен, желіде тараған жазбалардың арасында жалған ақпарат болатынын ұмытпаңыз. Әрдайым ақпаратты жан-жақты саралап тексеріп алыңыз, немесе біздің редакциямызға хабарлассаңыз болады. Фейктермен бірге күресейік. Аман, сау болыңыздар.